Байлығы 291 миллиард доллар бағаланатын үнділік мультимиллиардер Ратан Татадан журналист сұрайды. Мырза, сіз қай кезде өзіңізді өте бақытты сезіндіңіз? Ратан Тата: мен өмірімде бақыттың 4 кезеңінен өттім. Соңында нағыз бақыттың мәнін түсіндім дейді. Бірінші қадам ол байлық пен ресурстарды жинау болды. Бірақ сол сәтте мен қалаған бақытқа жете алмадым. Содан кейін құндылықтар мен заттарды жинаудың екінші кезеңі келді. Бірақ мұның да әсері уақытша екенін, әшекейлердің жылтырлағы ұзаққа бармайтынын түсіндім. Үшінші қадам, одан кейін ірі жобалардың үшінші кезеңі басталды. Үндістан мен Африкадағы мұнай қорының 95% менде болды. Мен Үндістан мен Азиядағы ең ірі металлургиялық зауытқа ие болдым. Бірақ бұл жерде де мен ойлаған бақытқа жете алмадым. Төртінші қадамым, досым мүгедек балаларға арба сатып алып беруімді өтінді. Қателеспесем, 200-ге жуық бала еді. Досымның ұсынысын құп алып, бірден арбаларды сатып алдым. Балаларға өз қолыммен арбаны сыйладым. Мен балалардың жүздерінен бір түрлі бақыт нұрын көрдім. Олардың мүгедектер арбасында отырып, қозғалып, ойнап жүргенін көрдім. Мен сол кезде өзімді іштей керемет бақытты сезіндім. Кетейін деп жатқанмын. Балалардың бірі аяғымнан шап беріп ұстап алды. Мен аяғымды тартып едім, бірақ бала бетіме қарап, одан да қатты қысты. Мен еңкейіп баладан саған бір нәрсе керек пе деп сұрадым. Сондағы баланың айтқаны мені таң қалдырып, өмірге деген көзқарасымды толығымен өзгертті. Ол: мен сенің жүзіңді жадымда сақтап қалғым келеді. Мен сені көкте көргенде танып, саған тағы бір мәрте алғыс айтқым келеді деді. Міне осылай мен нағыз бақыттың мәнін түсіндім. Бақыт деген басқаны бақытты ету болып тұр екен ғой. Қайырымдылық, мейірімділіктен асқан бақыт жоқ.